Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін корейский манты, яғни пигоди жасаймыз. Бұл біздің отбасымыздың ең сүйікті тағамдарының бірі болып табылады. Өте тез дайындалады және өте дәмді болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл тағам жаңа айтқанымдай тез дайындалады. Оның қамырына ұн, дрожжи, тұз және су қажет. Судың жылы болған дұрыс. Ал салмасына ет, фарш, яғни капуста, пияз, чеснок және әртүрлі специялар. Специяларға мен кориандр, қарабұрыш және тұзды қосамын. Біріншіден қамырымызды елеп аламыз. Онға дрожжи, тұз және суды қосып, ақырын араластырып, жұмсақ қылдырып қамыр елейміз. Сосын қамырымызды жылы жерге қойып, мен осылай жасаймын. Жылы жерге қойып, бір 30 минутқа қалдыру керек. 30 минутта ол көтеріліп шыға келеді. Енді салмасын дайындаймыз. Пиязымызды осылай ұсақ қылдырып турап аламыз, ал чеснок пен капустаны үкіштен өткіземіз. Содан соң фаршымызды қосып, оның үстіне әртүрлі специяларымызды қосамыз. Специяға кориандр, қарабұрыш, тұз және де сұйық қосса өте сочный болып шығады. Сосын жақсылап араластырамыз. Салмасын дайындап жатқан кезде біздің тестамызда көтерілді. Оны осындай бірдей бөліктерге бөлеміз. Менде примерно 60 граммнан шықты. Сосын осылай қойып, үстін салафанмен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. 10 минутта ол осындай әдемі болып көтеріледі. Содан соң біздің пигодиларымызды жасауға кірісеміз. Тестаны осылай 10 минутқа қалдыру, ол өте маңызды. Бұл рецепттің фишкасы десе де болады. Осылай қалдырғанда пигодиларымыз әдемі болып көтеріледі. Пигодидің шетін түю өте маңызды, яғни ол пигодидің әдемі болып шығуы соған байланысты. Сондықтан міне видеодағындай жақсылап қарап жасаймыз. Тағы да бір айтарым, ішіне салмасын өте көп қосыңыздар. Мен видеода азырақ қылдырып қостым, өйткені маған солай ыңғайлы. Если салмасын өте көп қылдырып қосса, пигодиларыңыз керемет сочный болып шығады. Барлығын осылай әдемі етіп түйіп шығамыздағы мантваркаға май жағып, өстіп әдемі етіп саламыз. Содан соң газға бір 50 минутқа сондайға қойып пісіреміз. Міне біздің пигодиіміз дайын болды. Өте керемет болып көтерілді. Ішіндегі фаршы прям сочный, күшті болып шықты. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сочный. Бұл өте оңай рецепт және өте тез жасалады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.